Медина үнсіз емес. Бірақ айғайлап та тұрған жоқ. Сторис қарапайым сөйлемдер. Достар, у меня все хорошо. Ертең қайтып келем. Өліп жатқан ештеңем жоқ. Сырт көзге сабырлы көрінсе де, бұл сөздердің ар жағында бір жылдық өткен шақ, реніш, тіпті кішкене мысқыл бар еді. Өліп жатқан ештеңем жоқ. Бұл менің жүрегім тыныш деген сөз емес. Бұл біреулердің әрекеті мені қинап жатқан жоқ деген сілкініс. Медина бір кездері Айсажанның ең жақыны болған. Олар бірге күліп, бірге жүрген. Бірақ қазір ол басқа біреудің қасында. Және елдің бәрі соны талқылауда. Ал Медина ше? Ол жай ғана. Менде бәрі жақсы. Өліп жатқан ештеңем жоқ. Бұл нағыз мықтылық. Бұл ренжімеген адамның емес. Ренжіп тұрып, ренжімегендей болып тұрған адамның сөзі. Қазір бәрі. Медина оралып не істейді? Ол бәрін ұмытты ма, әлде жай ғана сыр бермей отыр ма? Деп ойда. Бірақ нақты бір нәрсе бар. Ол әлсіз емес. Ол сабырлы. Ал сабырлы адамнан бәрі қорқады.